Ассаламу алейкум. Музыка өнерінің жанкүйерлері, саз саубет шайдалары. Театр сахнасында қойылған сүймегенге сүйкенбе, ғаріп, ашық, айгүл, абат, жайлауда той, бердақ, арал қызы кібі дүркін музыкалы драмаларды, музыкалы комедияларды, спектакльлерді білмей тұғын һәм сүйіп тамаша етпеген бірде-бір тамаша гой болмаса керек. Себебі бұл сахналық шығармалар әзелден тамаша гойлерге рухи азық бақшылаған. Көрсетуіміздің бүгінгі санында әне бұл сахналық шығармалардың театр репертуарында ұзақ сақланып қалуында өзінің дүретушілік минетлерін сіңдірген. Өзбекстан халық артисті, Қарақалпақстан Республикасына минеті сіңген көркем өнер ғайраткері, профессионал дәрежедегі музыка өнерінің тикарын салушылардың бірі, атақлы композитор Әлімжан Халимовтың музыка мәдениетін рауажландырудағы қосқан салмақлы минетлері хақында сөз етпекшіміз. Көрсетуімізге Өзбекстан һәм Қарақалпақстан республикаларының көркем өнер ғайраткері, халқымызға белгілі композитор һәм дирижер профессор Құрбанбай Зариддиновты. Қарақалпақстан республикасына минеті сіңген жаслар ұстазы профессор Хикмат Раджаповты, Өзбекстан һәм Қарақалпақстан халық артисті Райхан Сапарованы һәм Қарақалпақстан халық артисті Дәлібай Мәмбетмұратовты мұрат еткенбіз. Райхан апа, бізге мәлім, сіз міне ұсындай ұлы инсанлардың шаңырағында туылғансыз, яғни өзіңіз келін болып иіліп түскен шаңырақта, яғни Қарақалпақ халқының мәдениетін рауажландыруға үлес қосқан ұлы инсан қайнатаңыз, яғни Әлімжан Халимов. Енді бүгінгі сәубетімізде сізден көбірек бұл бойынша мағлұматларды аламыз деген ойдамыз. Құрметлі қайнатам 1944 жылдары Қарақалпақстанға келеді, театрымызға, қазіргі Бердіқатындағы академиялық музыкалы театрына келіп,
Сол минет жолын Қаралпақта баслайды. 1957 жылы 1 декадаға барған уақытында да сол Камал аға Мендібаев, Полонияз аға, Абджамилов, Исмаил Қыдыров, Роман Арзыевлар көп бұлар. Кейін училище ашылғаннан кейін бәрі де оқып алды. Дипломлы, Сазенде болып, Бұхарада туылған біздің қайнатам ұлы, Өзбекстан халық хапызы Домла Халим Ибадовтың ұлы. Мұталь Бұрхановлар бәрі де оқып, қатар. Біздің ата-аналарымыз театрда істеген ғой. Сонда болашақ қайненеміз, Өзбекстан Қаралпақстан халық артисті, қайнатамыздың өмірлік жолдасы Тарбия Жолымбетованың үйіне келін болып түссек, менің анам Сұлу Алламұратова һәм Тарбия Жолымбетова Қоңыратта туылған. Бірге ойнап өскен, бірге оқыған, халық театрына да бірге барған. Жалғыз ұлы бұлардың Сарвар Халимовға тұрмысқа шығып үлгергеннен кейін қайненемізбенен менің әкемім Москвада ГИТИСті бірге бітіріп келген. Бір Құдай тала сондай етіп жаратқан болу керекті. Жаман шаңырақ болғанымыз жоқ. Себебі мен күйеуім кинотехникумды бітірген, телевидение, нелердің бірінші қанегелері болып, телевидениеде да жұмыс істеді. Сөйтіп 1967 жылы Қаралпақ труппасына жаңағы қыз жігітлерді таңдап отырған уақытында қайнатам екеумізді оқуға жібереді. Райхан, сенде талант бар, сен оқуың керек. Болмаса 10 айлық баламыз бар. Соны анамыз алып қалады, Ағзамды, үлкен баламызды. Енді қайнатамыз сеніп жібергеннен кейін жақсы оқуға ұмтылдық. Ажайып ректорымыз бар еді, Хамид Абдуллаевич, Шакида Магзумова, Алим Хажаевтың Рафикасы біздерге куратор болды. Сол екеуміз қызыл дипломмен бітірдік оқуды. Бір қызлы перзентте болды, ақлық сүйді. Балаларға ат қоямыз ғой, біздер атымыз қойғанда. Сонда Өзбекстан композиторлары, Өзбекстан жазушылар деген кітап бар да үйде. Сол таңлап отырып көреді де, әмбесін тарифлеп береді. Арасында күліп аламыз. Әр қайсының әртүрлі бір мінезі болады ғой енді. Сөйтіп ойланып отырып, Ағзам деген, Ағзам, Сарвар, Алимжан деген, олар біріншілер қатарында алым адамдар болады деп Ағзамның атын қойған. Енді бір қызық жері, 1972 жылы қыз тудық. Сонда біздің қайнатамыз 60 жасын толтырған. Сол тойға таярлық көріп атырмыз. Алып шыққан Қыдырбай жағамыз Сайыпов. Абадан екеуі. Тек Қыдырбай ағада машин бар еді де, мен күйеуім Қожелге кеткен шифр алуға. Үйлерді ремонтлау керек. Бірден шығатығым болып, үйге әкелсек, палау асып отырған екен. Қолына алып айтады, Тарбияның дал көзі дейді де. Сол менің қайненемді айтып атырды. Сөйтіп келгеннен кейін өзі ат қойып айтады, үйде бір гүліміз бар, Райхан, екінші гүл болсын деп, Рану деп атын қояды. Соқтарды еслейменде 1979 жылы авариядан күйеуім Сарвар қайтыс болады. Бұл үлкен бір трагедия болды атамызға. Ташкенттен Рахимжан деген інісі келді, Максуда деген ажапасы келді, себебі Қаралпаққа көп келіп тұратығы деді, қатынасуы бұлардың. Сонда қайнатам айтады да, Тарбия соны көрмегеніне шүкір етемен дейді, бүгін жан тапсырар еді деді. Қайнатамның жылағанлары еле көз алдымнан кетпейді. Қайнатамның мінезін айтайын да, бұл жақта сондай мәдениетлі, сабырлы, бір қиыншылықтарынан білдірмейтұғын еді. Жұмыстан бірақ шаршап келген уақытында айтатұғыны, радионы өшір, телевизорды өшірің, тынышлық болсын дейді. Себебі о заманда адыр салыстырып қарасақ, Құрманбай Зариденович, атақлы геройларды, героиняларды атқарған апаларымыз, ағаларымызды үйрету ансат емес қой, дирижерлық етуді. Шығып қалса, хамеміз бұлай қатып қаламыз да, театрда көрінсе де, не деген директорге, бас режиссерына, бас дирижері киятырса, шегініп жол беретұғын еді әртістер. Міне сондай инсандардың тарбиясына малдық біздер. Біздің атамның қосықлары да қазір симфониялық оркестрлерде айтылып атырыпты.
Шыда жақсы. не деген шырай шығып жатырыпты, жасар атқарып жатырыпты. Мен сондай шаңыраққа келін болып түскеніме өзімді со бақытлы инсан деп санаймын. Маған айтқан ақылы, сен деді талантсаң, театрдан айырылма. Театр деген сондай бір ажайып жер, ол жерде бір шаңырақтай болып өсесілер. Құрметті демалысқа шыққанша сол театр тарауында істеп келдім. Қайнатамыз 5 жылдан кейін үйленді, мәжбүр болды. Бұхараның хаялына үйленді де, қартайғанда көшуге. Қазір балаларымыз, ана Чигатайда Домла Харим Ибатов жерленген болса, Ташкенге барсақ, зияратлап апараман. Ақылықларыма, балаларыма көрсетемен. Күйеу баласы мен қызы оларан барып зияратлап Бұхарада. Менен бардым. Енді жылда небәралар барып тұрады. Нажмади Мұхамединшілер, Құрбанбай Зарзинтай композиторлар азыр істеп жатырыпты. Райхан апа, енді Құрбанбай ағаменен сәубетімізді жалғастырсақ. Құрбанбай аға композитор Әлімжан Халимовтың дөретпелерінің қайта жаңғыруында тікелей сіздің үлесіңіз бар деп айта аламыз. Енді композитор намаларының сізге жақын һәм жағымды тарифлері хақында. Әлімжан аға негізінде осы Бұхарада қазір үкімет ағамыз өзі айтарда, сол жерде училищеде оқып, бұлар Мұтал Бұрханов, Мұхтар Ашрафи, Сулейман Юдаков, Манас Леби бәрі сол жерде оқыған. Сөйтіп бұлар кейін Ташкентте оқыған. Үлкен бір плеяда дейміз ғой, үлкен композиторлардың әммесен бір Өзбекстанның музыка өнеріндегі үлкен тұлғалар болып жетілісті. Біздің Әлімжан ағаның шегі біздің Қаралбақстанға түскен, Әлімжан аға біздің Қаралбақстанға келіп, жаңағы айтқан ояқтағы Станиславский атындағы музыкалық драма һәм комедия театрында кішкене ғана камерный оркестр бар. Сол оркестрда дирижер болып жұмыс істеп, өзі музыка жазып, спектакльдер қойып, сол спектакльге жазылған музыкаларды енді жаңағы айтқандай уақытта сауаты, музыка сауаты бар адамдар аз болған, яддан үйретіп, сол тәрбиелап, сол өзінің шығармаларын жүзеге шығаруға көп жұмыс істеген адам. Бұл көп тәлім тәрбие берген адам. Сол дәуірдегі музыкантлардың бәрі Әлімжан ағаның тәрбиясын көрген деп ойлаймыз. Әлімжан аға өзі мен жас уақытымда театрға барғанымда оның Ақымақ патша, Бердақ, Бақыт деген спектакльдерін Әлімжан ағаның өзі басшылық етіп қойғанда мен қатынасқанмын. Әлімжан ағаның бір тенор дауысы береді, биік дауыс. Бақырады өзбекше кілдар айтып береді да, біз әтіне деп бақырған ақтызды. Сондай неменен қосықтам сол кейіне бір өзімізді сәлестеріміз Әлімжан ағаға подражать етіп, өзбекше ырғақпен деген айтып жүргендерім ядымызда қалғанда. Сондай бір підай инсан еді. Әлімжан аға басылаған болса сол жұмысты, үлкен жұмысты да. Сапарбайға Полонов, үлкен музыкант, үлкен дирижер. Әлімжан ағаның орнын алмасты. Әлімжан аға пенсияға шыққан екен, Сапарбайға алды оны да. Сол үлкен жұмысты. Ондан кейін маған несіп етті да сол. Сапарбай ағаның орнында мен сол жерде театрда бас дирижер болып қалдым. Енді Әлімжан аға не істеген болса, Сапарбайға да соны істеді. Өзі музыкальный драмалар жазды, спектакльдер қойды, басқа да үлкен шығармалар қойды. Менен соны дауым еттім да. Менің Әлімжан ағадан алған тәлімім, тәрбиям өзімше. Музыкалық драмаға қандай қылып музыка жазу керек? Музыкалық драмадағы актердің әрекетлерінде байланысты, сол жерде болып отырған уақиға байланысты қандай музыка жазу керек? Мен оның Сүймегенге сүйкенбе деген музыкалық комедиясын толық қайттан істеп, үлкен составтағы оркестрға оркестр кетіп, оны біз Ташкент, Алматы қалаларында атқаруға ерістік. Әлімжан ағаның рукописьлерінен алып пайдаланғанбыз сонда. Қолжазбаларынан. Кейіннен Қарбашық музыкалық драмасынан сондай қылып істегенбіз. Мен соны істеп жүріп, Әлімжан ағадан көп тәлім тәрбие алдым деймін да. Онан кейін мен біраз музыкалық драмалар жаздым, кейін атты операға жазуға өтіп кеттік ол вақытлары. Сол бәрі Әлімжан ағаның берген тәлімі. Бір уақытлар үшінші зауыш болып істеп отырғанымда мен Әлімжан аға пенсияға шықты, үйде құрып отыру қиын. Құрбанбай маған азғынтайса, мына құрағым сабақ бересің, мен соны оқытаман деді да. Береміз аға, кел, көбірек сабақ беру болады ғосыға. Маған тек үйден шығып, жұмысқа барып, бір майдан балаларға тәлім тәрбие беріп қайтуым керек, мен шаршайман деді да. Қаралбақстанда көп музыкантларды, көп қосықшыларды Әлімжан аға тәрбиелады. Соның тәлім тәрбиясын алған нелер болу керек. Біздің театрымызда үлкен қосықшылар шықты.
Азыр ең кейінгі плеяда сол Мырзагүл Сапаевалар, мысалы, соның алдында, значит, Гүлхан Шеразиева, Айымхан Шамратовалар, кім? Тоқтар Рахман. Тоқтар Рахманова, және айта берсе көп, солардың бәрі Әлімжан ағаның тәрбиесін алғандар. Үйге көп бақсылар келетұғын еді. Мына Жапақата Шамратовпенен көп істескендеріңіздер айтып беретұғын шығарсыз. Ансатбай Қаридиновлар дутарда шертіп, бұл нотаға салады пианинода отырып. Аббаза Дабылов келетұғын еді. Құрбанбай аға, рұқсатыңызбенен және бір арияға нәубетті берсек, соң және сөйбетімізді дауам еттіреміз. Әлімжан аға, енді мына сборникті қараң топламда. Сондай қылып намаз жазған композитор, ол ансат жұмыс істеген адамның несі емес. Мына қарап, бір үлкен кітап, неше баспа табақ екен қазір мен білмеймін да, бірақ дым үлкен да, соның бәрі сол Әлімжан ағаның қосқылары. Енді ана жерде біздің партитураларымыз тұрыпты. Музыкальный драмаларға жазған, комедияларға жазған партитура, олардың бәрін есаплағанда Әлімжан аға бізге үлкен байлық қалдырды. Қарақалпақстанның музыка өнерінің рауажланына, әсіресе театр музыка өнерінің рауажланына, қосық өнерінің рауажланына үлкен үлес қосқан бір титан адамдар деп айтсақ болады. Келешек жастар Әлімжан ағаның шығармаларын үйреніп, бұлар бойынша өздерінің іліми жұмыстарын жазып, кандидатлық, докторлық диссертацияларын жақлауға да материал мынаның ішінде бар деп ойлаймын. Композитор Әлімжан Қалимов Қарақалпақ музыка мәдениетін міне сондай ірі көлемдегі шығармалары менен байтып қана қоймастан, оны жаңа басқышларға алып шығуға да өзінің үлесін қосады. Оның қырқыз симфониялық поэмасы, хор, қосық һәм симфониялық оркестр үшін жазған Қарақалпақстан кантатасы, бұндан басқа да 100-ден астам түрлі жанрдағы дөретпелері бүгінгі күнде театр репертуарынан, қосықшылар репертуарынан орын алған. Хәзір міне композитор намаларының бірін және тыңлап аламыз, соң сөйбетімізді дауам еттіреміз. Неше күндер солып кетті ашылмай, сүйген мені еркін бара алмай. Арма мені өтті не бір жаналар, ерте өкел хақ ниетке берді қол. Талайларға шықса даудан сүріміз, ешмәсә біз бақыттан көріміз. Қол ұстасып бәлкі бірге жүрерміз, ерте өкел хақ ниетке берді қол. Қол ұстасып бәлкі бірге жүрерміз, ерте өкел хақ ниетке берді қол. Жұршықлы болғанша ессіз дүнияда, Sat you
ziyada Manzilga ketsek de payu piyada Kel tavakkal haq niyatga berdi qo'l Manzilga ketsek de payu piyada Kel tavakkal haq niyatga berdi Әлімжан ағаның дөреткен шығармаларының таусылмайтығында мен көзім жетеді. Себебі бүгін біз Нәжмәдин аға Мұхамбетиновтің тікелей басшылығыменен Әлімжан ағаның театрға дөреткен шығармаларын симфоник оркестрді театр сахнаға телевидениеге әкеліп сол жерде жалы жазуымыз бұл үлкен инициативамен істелінген нәрсе. Бұл не нәрсе емес. Соның үшін мен ойлаймын, біздің сазенділеріміз өздері талпынып үлкен ынтасыменен даярлық істеді. Бір апта даярлығынан болды, сол жерде балалардың жас балалар ғой енді. Шығармаларын тыңлап шертіп отырып, өздері рухланып, жан тәніменен репетиция қылғанын көрініп тұрды. Театрымыздың актерлары, бәрі театрда істейтін актерларымыз, олар өздері мен айтайын Әлімжан қосқан, ариясын мен айтайын деп келетілер дым көп болды. Мен ішінде солардың ең жақсыларын сайлап алып, бүгін запись қылуға үлгерді. Құда қаласа тамаша көйлер өздері бақылай берер. Ay senim kulak sal menin ahım ahmıraman sen tüskende yadıma Tahat yet almadım keldim bağına Sellana bulana bir şenanım Kişe gündüz gözüm senin yolunda Kel canıma sal bilektim oynama Kile durman ben bayardım çoğunda Sellana bulana bir şenanım Бұл енді ариялар, концерт вариантта. Егер сол спектакльдерді театрға барып көрсе, Әлімжан ағаның мұнан бетер үлкен адам екенін сезуге болады да. Сәубетімізді Хикмат аға сізбенен жалғастырсақ, міне Әлімжан Халимовты еслеген уақытта қандай шерін елеслерменен еслейсіз? Алла рахмат қылған болсын. Өткенлеріне халқымызда бір сөз бар. Mevali daraxtni mevasi ostiga tushadi deyishadi. Mana Domla Halim Ibodov O'zbekiston birinchi xalq hofizlaridan Domla Halim Ibodov. Buxoroga kim borgan bo'lsa, Minorai Kalon bor. 1127-yilda qurilgan. O'sha Minorai Kalondan 200, 250, 300 metrga yaqin bu kishining hovlilari. O'sha hovlida hali ham bor, yozilgan. Bu yerda O'zbekiston xalq hofizi Domla Halim Ibodov yashagan deb. Mana siz borgansiz, ko'rgansiz. Men nima deyman? Aytmoqchimanki, ustozni Olimjon akani taqdirlari, nasibalari 1944-yil agar mana Nukusga Qoraqalpog'istonga nasib qilgan bo'lsa kelganlari bu mana musiqa professional ijodni bu kishi agar davom ettirib yoshlarga bergan bo'lsalar, nayinki mutaxassis bo'lib, hozir siz ham aytdingiz, mana Qurbonboy do'stim siz ham aytdingiz, inson avvalambor tarbiya topgan bo'lsin. Tarbiyali insonni, uni ilmi yanada kelajak atrof muhitga, xususan san'atkorlarga uni ta'siri kuchli bo'ladi. Domla Halim Ibodovning o'ylarida, bular yosh bo'lgan paytlarida
ko'plab xalq hofizlari, ko'plab san'atkorlar, otajalollar, mana Mushayevlar va domla Halim Ibodovning o'zlari va ko'plab insonlar u yerda bo'lib, ijodiy munozaralar bo'lganda bu kishi o'sgan. Bu kishi o'sib, eshitib, mana Buxoroda 1921-22 o'quv yilida Fitrat tashabbusi bilan tashkil bo'lgan kattalar uchun musiqa konservatoriyasi tashkil bo'lgan. Va o'sha yerda 26-yil bu joyga o'qishga kiradi bu kishi. G'ijjak sinfida Najmiddin Nasriddinovni qo'lida. Undan keyin 1929-yil Samarqandda ochilgan musiqa va xoreografiya etnografiya institutiga o'qishga kiradi. Qaysiki yuqorida aytdingiz. Mutal Burxonov, Sharif Ramazonov, Tolibjon Sodiqov, Muxtor Ashrafiylar bilan va hokazo shunday qilib o'qish jarayoni keyinchalik Toshkentda jumushi bo'lib 30-yillarning oxirida Moskvaga borib o'sha o'qib kelib 44-yilda Nasiba Nukusga Qoraqalpog'istonda va bu yerdagi bugungi bo'lib turgan mana 3 yildan beri mana shu yerda ijodiy faoliyatim O'zbekiston mamlakati konservatoriyasi Nukus filialida aytmoqchimanki, ko'plab asarlarni eshitamiz. Ikkita muzikal dramalarni diriyorlik qilganman. Buxoroda mana Suymaganga suykanman. Japak Shomurodovlar bilan birga. Yoxud Tinimsiz to'lqinlar. Mana shunga o'xshagan mana nimalar bugunni o'ziga ham mana men rahmat do'stim maestroga Qurbonboyga ki simfonik orkestr bilan maza qilib eshitasan kishi bu ariyalarni. Sözde bezde koymaz bul bağışende, bul bağışende. Seyran etsen bezden, belen sevdegin, yana sevdegin. Şükür bugün boyuna, yetip kamala, yetip kamala. Bağman bolsam taza, gülge sevdegin, gülge sevdegin. Sadaka bolsun şiirine, canım özene ya. Kandırla bendege, faldan sevdegim, faldan sevdegim, faldan sevdegim, faldan sevdegim. Faldan sevdegim yar aşık bolganlardan janar jürege, janar jürege. Aşk oynanda salma inan o bilekte, canım bilekte. Sonda bağlar kız var, ağlanın telegen. Aytkam telegende, tele sevdegim, aytkam sevdegim, tele sevdegim, aytkam sevdegim, tele sevdegim, yar yar sana.
композитор Алимжан Халимовтың көлемлі дөретпелері арқалы бір қанша сахна шеберлері халқымызға танылды. Құрметлі атақларға мясар болды. Ұстазыңыздың келбетін һәм оның фазилетлерін, білімін берген тәжірибесін қалайынша ядыңызға аласыз? Мен ядымда қалған нәрсе міне осы вақытлары. Осы вақытлар енді училищеде мен енді біздер екінші курсқа дейін ғана оқытты бұл кісі музыка теориясынан. Енді сол вақытлар жаңағы Құрымбайға жақсы айтып өтті, классқа кірсең, біздер сабақтан кейін түстен кейіндер бір кеп қалады бұл вақытлары. Кірсең бір нәрсе шетіп өткен болады. Bir günü bir karasam bir müzik şeklip atırıptı. Onday zor. Urup atırıptı. Yaxşı müzikada yani kulağına şakat. Karasam bu daşıma öğretip atkan kosu ekan. Tuğan makanım degen. Üstün keyin daşıma geldi. Vaklar bize daşımanı görü degen endi bizler şunu oluyor. Kelip öğrenip şu dövrlerini көргенбіз мысалға бұл кісінің үйретулері жаңа Құрымбайға айтқандай жақсы дауысы болған бұл кісінің. Одан кейін шайдасымен сендей қасы қараң деген Әбдібай Қарыбаев сөзін Байрам Атжанов үйретті бір күні. Сол дәуірлер. Байрам ағам жасақтылы уақытлары келіп, сол Байрам ырғақтарын үйретіп жатырды бұл кісі. Енді жаңағы айтқандай Қарабалық музыкасын білу керек, Қарабалық фольклорын білсең, Қарабалық музыка жаза алмайсың деген гәпке doğru келеді да. Енді Байрам ағаға Қарабалық ырғақты Әлімжан аға үйретіп жатырды. Сол ырғақы да енді. Ана кісі айтып шықты оқысты, енді кейінгі уақытлар оқысы жүр жақсы болсын. Бұны бір ядыларымызда бар енді бір айтқымыз келеді. Сондай әстен өзі келіп, қиял сүріп, жолларда бір тоқтап алып, әстен жүріп кететін еді. Сәлемесем, жаңағы айтқандай үлкен бекшіме ассаламу алейкум дейміз. Ассаламу алейкум. Уалейкум ассалам, жақсымысың. Тұрып өтіп кету жоқ та, культура басқаша да, мәдениет басқаша. Спектакльлердің бәрін көрдік театрда. Жантайымыздан Сүймегенге Сүйкенбайдың көрдік. Кімдер атқарған, Гарбасты кімдер атқарған. Тек Жолдаш Мамыттың атқарғанын көрмедім, қалған оның бер жағындағының бәрін көрдім. Ансытбаевтан бастап неге дегенде. Бұлардың ішіндегі қосылар жаңағы айтқандай халықтың мүлкін айланып кетіп қалған қосылар да. Біздердің өзіміз жаңағы айтқандай сол Әбіл ағалардың атқарыларын Гарбастан мысалға Талбаста арияларымыз басқа мына кісінің дирижерлігінде айтқандарын біз естігенбіз мысалы. Бұл кісі bilan men ko'p suhbat qilganman. 1983 umrlarining oxiri ekan, men bilmagandim. 83-84-yilda men Buxoroda bilim yurtining rahbariman. Bir ko'rdim, notanish odam va ko'zimga issiq. Keyin ikkinchi kun ko'rdim, yana o'sha nima deydi, odamlar bilan suhbat qilib turibdilar. Men bu kishi kim desam, shunday domla Halim Ibodovning o'g'illari, "Va" deb olib borib bir piyola choy atrofida suhbat qildik. Darhaqiqat siz aytgan o'sha muomala madaniyati, gapirish, tartib, intizom qanchalik ekanligini shu umrimning oxiri mana shu yerda o'tsin degan fikrlar bilan qo'ysangizchi dedim, hali ko'p yashaysiz degan so'zlar esimdan chiqmaydi. Alloh rahmat qilgan bo'lsin. Va dedim, kelibsiz, xush kelibsiz. Yoshlarga dedim saboq berasiz. Hech bo'lmasa kelib suhbat bir yarim soat, 1 soat suhbat qilasiz. Haftaga bir kun kelib mana shunaqa suhbatlar bo'lgan. Bu kishi bilan 10 yilchadan keyin bu kishi qazo qildilar. Buxorodagi katta bir Hazrati Imom degan qabristonda qabrlari oxiratlariga biz uzatganmiz. Bilasizmi? San'at ahli va boshqalar ham agar shu ilm o'zini san'atini nima deydi, o'zi orqali chiqarib nomalariga qo'yadimi? Eshitgandan keyin odam shunday bir rohatlanadi. Xususan muzikal dramalar, to'g'ri aytdilar Qurbonboy do'stim, muzikal dramani yozish qiyin. Juda u har bir ariyani bir-biri ikkinchisiga ulash kerak. Shoir yozgan o'sha libretolarni bog'lash kerak. Tinimsiz to'lqinlar muzikal dramasida bir qo'shiqlari menga juda nomalarimga "O muhabbat" degan qo'shiqlar bor. Yuragimni ishqi bo'lgan, o muhabbat, o muhabbat, o muhabbat. Shunday go'zal narsaki, shunday 7-8 ketadi. Aytmoqchiman, men 2009-yil xizmat safarida Nukusga kelganimda mana u payt televideniya qoshida badiiy jamoalar bo'lardi. O'sha yerda bir tenor uzoq bergan
degan ismi nima ustozning o'g'illari Nashmetovmi uzoq bergan, shunda eshitdim. Shu asar u payt men Toshkentda radioda edim, orkestr. Ukam dedim, kel, zapis qilishimiz kerak. Shuni biz Oltin fondga zapis qilib, televideniyaga olib chiqqanmiz. Егер мақұл десеңіз, және бір арияны тамашагөйлердің назеріне ұсынсақ. Yaxshi niyatlarim bor, meni ham do'stim sizga o'xshab, mana shunday bir ijodiy kechani simfonik orkestr bilan biz nasib bo'lsa Nukusdagi bizning o'sha konservatorimizda shu o'quv yilining oxirlarigacha bir nima deydi, xalq chollari orkestri bilan sizning yordamingiz bilan birgalikda shunday bir ruhlarni yana shod etamiz degan umiddaman. Shu vaqtlar usrasidan aytib qo'ying, bir ariyasini berasiz bizga, xudo xohlasa. Har qanday da millatning muzikasini yozuv uchun оның folklorini bilmasang, o muzikasini yoza olmaysan. So'ng shunda bizning Alimjon aka endi Buxorodan, Toshkentdan o'qib kelib kelgandan keyin Qoraqalpoq muzikasına singisuvi оның неден башланды деп ойлаймыз. Әлбетте, бақсы жыраулардың дастан айтқанларын, фольклор айтқанын, қосылар айтқанын, тойдағы шығуларын бәрін, әсіресе Жапағата Шамұратовпен бірге екеуі көп жүріп Жапағата бұған Қарақалпақ музыкасын үйретті да. Әлімжан аға Жапағатаға нота жазуын үйретті. Сөйтіп олар екеуі көп жұмыс істеді. Оның қасында Жан Сатпай, Қайретдин, басқа да композиторлармен бірге істескен музыкалы драмаларды Абдырайым Сұлтановпен бірге істесті. Құдайберген Тұрдықұловпен бірге істесті. Ғани Аманиязовпен, Кеңесбай Абдуллаевпен барлық композиторларды өзінің дөңгелегіне жинап, бұл Қарақалпақстанда композиторлар ауқамын түзуге шегім алып келді. Сол ауқамға әммен композиторларды біріктіріп, ол ешқайсысын қызғанған жоқ. Сен hem жазасаң музыкальный драма, сен hem музыкальный драма жазасаң деп әммесін бөлістіріп бергендей болып тұрды. Сол қатар Сапарбайға да жаздым, Ғанияға да жаздым музыкальный драмаларға. Бәрі Әлімжан ағаның басшылығында. Мен Әлімжан ағамен тікелей былайынша істеспегенменен мен оның шығармаларын көп талқыладым да, шығармаларын көп істедім.
қайттан оркестровка істедім. Соның үшін Әлімжан ағаның біздің Қарақалпақ көркем өнерінің, әсіресе музыка өнерінің реважландыруына, оның сол Қарақалпақ фольклорын, милли ырғақларын, милли намаларын үйренгелі себепті өзі Қарақалпақ намаларын, халық намаларына жететін дәрежедегі намалар. Аулағында бір келсеңші, өзім деген қосты кім болса айтады Қарақалпақтың. Значит, бұл халық намасына айланған нама. Себебі сондай намаларды үйретіп қалдырды. Сол жаңа композитордың ізленуі, ол консерватория бітіріп келгеннен кейін қайттан оқыды, Қарақалпақ музыкасын үйренді, Қарақалпақ музыкасын, фольклорын үйренді, жыраулардың, бақсылардың дастан айту ұсыныларын үйренді. Дастан дегеннің өзі бір музыкалин драмаға ұқсайтын нәрсе бұл. Оның ішінде жаңағы сөздерін айтып келіп, бірден неге қосыққа өтіп кететін ақта, соның бәрін таярлап, образды келтіреді. Соны Әлімжан аға үйреніп, үлкен жақсы музыкалин драмалар. Жаңа маэстро айтты, көп музыкалин драмалар. Әттек Бұхарада да жаңа тынымсыз толқындар деген Бұхарадан қойылған, мен әзір бірінші мәрте естіп жатырмын. Сүймегенге сүйкенбе деген музыкалик комедиясы Жапақша Мұратовпен бірге жазған. Түркменстанда қойылды, Қызылордада қойылды, ол Өзбекстанның, Орта Азияның көп жерлерінде қойылған спектакль ол. Тек әзіргі уақытта ол спектакльдің тоқтап қалуына бір нәрселер себеп қалды, болмаса ол мәңгі жүретін спектакльдердің бірі болып қалып еді. Енді бүгінгі көрсетуге келетін болсақ, бүгінгі көрсетуде тек арнан сол Әлімжан ағаның жазған шығармаларының ішіндегі бір ең жақсыларын, халықтың сүйіп тыңдайтұғыларын, белгілі қосышылардың, Мырзагүл Сапаеваны мұрат еттім, мен Дәлбай Мәмбетмұратты мұрат еттім, айтуға қосыларға. Басқа да жас қосышылардың ізленіп атырған, сол қосыларын үйреніп атырған. Әм оркестрдің репертуарында жүріп тұрған спектакльдер еді бұрын. Аз тоқтап тұрыпты екі спектакль. Ондан басқа да спектакльдер бар еді. Олардан шығармалар таярлауға болатын еді. Бірақ біз уақыттың азлау болуына байланысты бүгін 12 шығарманы телевидениеге жазуға ерістік. Бұны біз өзі бір Әлімжан ағаның алтын фондқа жазылып атырған шығармаларының бір бөлімі деп есептесек болады да. Жаңағы маэстро айтып кетті, бұл елі давам ете береді бұндай нәрселер. Біз Әлімжан ағаның дөретушілігін кең пропагандалау біздің вазипамыз, оның рухларын шад ету біздің вазипамыз, жастарымыздың вазипасы. Соның үшін Әлімжан ағаның шығармалары елі көп жаңалайды деп ойлаймын. Telimde vardır bul senem dostlar jetken yargam ele Özün jetken yargam ele
dostlar bolun aman dostlar jetken yarga mene özüm jetken yarga mene Dostlar jetken yarga mene Garip aytır ne durgunam Telimde vardır bu senem Koş balınlar garip anam Dostlar jetken yarga mene Özüm jetken yarga mene Aryalar xalq qo'shig'inday qo'shiq-ku aytgimiz keladi-da hamma vaqtda. Qo'shadashlar misolga sol qaysi bir qo'shiqqa qarasang aytgim keladi misolga. Bu kishini ulkan tarixga qoldirgan yana bir chiqarmalardan, nomalardan Qoraqalpoq xalq nomalarini 140 tasini 8-tom o'zbek xalq nusxasi bor, 9 tomlik. Shuni 8-tomi aynan Olimjon Halimov 140 tasi, Japak Shomurodov ijro etgan dutorda Alamo'ynoq dutorida bu kishi notaga olib 140 ta. Bu kitob menda bor, bu katta manba. Bu biz nima o'quv dargohlarida, konservatoriyada, kollejlarda, musiqa maktablarida bu xalq musiqasini xalqqa beradigan kompozitorlar xalqnikini olib salgina nima deydi qoldirgan nota bilan bu katta bu tarix bu. 5 yıl boldu ayra tüstüm yarımdan Ölaşım şok yarga bara bilmedim Hiç kim kelip kabar almaz halımdan Ölaşım şok yarga bara bilmedim Hasretimden kanşılayman zamana Ölaşım şok yarga bara bilmedim Şıgar buldu tenin bu şirin canım eğer canım Gece gündüz fikrim sindi kıyalım Laşım şok yarga bara bilmedim Gece gündüz fikrim sindi kıyalım Laşım şok yarga bara bilmedim Ah yarım aman ey kel yarım Laşım şok yarga bara Birinchi dekadamiz bor go Qoraqalpog'istonning madaniyat, adabiyat 1957 жылы өткерілді Ташкент қаласында. Сонда Мардан Насимов, Фатах Назаров, Миле Мусаев, Соня Далеткелдиева, Лиза ханым Петросовалар, солар бәрі жәрдемге келді.
Со қайнатамыздың ұсынысы менен. Көп артистерге соғақларда халық артистері деген атақларын алып кетті. Міне Құрбанбай Зариденович театрда сіз дирижер болып істегеніңіз. Ауа, себебі музыкалы драмалардың ноталарын бұрын көріп, соны қайтадан көшіріп, себебі о заманда қалем менен жазатұғын еді. Міне сонда етіп, со оркестрге, симфониялық оркестрге, Ғаріп Ашықты, Сүймегенге Сүйкенбені, көп шығармаларды со симфониялық оркестрге қайтадан істеп, қосып, ол не деген тәжірибе, не деген күшті талап етеді. Мен сізге миннеттаршылығымды білдіремін. Жаз келсе бұлардыр жауlan, гүлдер өсер алуан-алуан, шақаларын арван-арван, жаздың сәні гүл шырайы. Той мереке шаңлық болса, бақсын жырау айтып тұрса, сән бермеген мерекеге жігітменен қыз шырайлы, жігітменен қыз шырайлы, гүл шырайлы. Ырғалса бағдың шақасы, болса ойын тамашасы, қол ұсласып құрбыменен еркін жүрген сол шырайы. Той мереке шаңлық болса, бақсын жырау айтып тұрса, сән бермеген мерекеге жігітменен қыз шырайлы, жігітменен қыз шырайлы, гүл шырайлы.
Біз бүгін профессионал музыка өнерінің текарын салушылардың бірі, атақлы композитор Әлімжан Халимовтың өмірі, минет жолы, оның Қарақалпақстан музыка тарихындағы орны арадан ұзақ жылдар өтсе де, бүгінгі күнге шекем сахна репертуарынан түспей, сақланып келатырған бір қатар дөретпелерін тілге алдық. Бұнда өз мәслихатын аямаған Қарақалпақстан композиторлары һәм бастакарлары ауқамының баслығы Нажмаддин Мұхаммединовке және де Әлімжан Халимовтың музыкаларын симфониялық оркестрде таярлап келген атақлы композитор, дирижер Құрбанбай Зареддиновке һәм ел сүйген мәдениет қызметкерлеріне өзіміздің мінедаршылығымызды білдіреміз. Хүрметлі телетамашагөйлер, көрсетуіміздің кейінгі санларында көріскенше сау саламат болың.